Сәлем достар, сіздермен бірге қазақстандық Рапунцель Мөлдір Бекжан. Бүгін өздеріңізбен менің тамақтану әдеттерім жайлы ақпараттармен бөліспекшімін. Жалпы шаш туралы көптеген сұрақтар қойылып жатыр. Осыған байланысты мен тамақтану туралы да айта кеткенді жөн көрдім. Ал видеоның соңында мен өздеріңізбен шаш күтуде жіберетін 5 қателік туралы айтатын боламын. Сол себепті соңына дейін көріңіздер, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліңіздер. Жалпы мына нәрсені ескеру керек. Шаш қандай жағдайда өседі, қандай жағдайда зақымданады, қандай жағдайда көп түседі. Біздің күнделікті істетіп жүрген шампунь, бальзам, маскаларымыздан бөлек тағы қандай нәрселерді ескеру керек. Осыған байланысты мен өзімнің әдеттерім туралы бөлісейін деп шештім. Қазіргі уақытта адамдар көп жейтін кола, фастфуд дейміз, чипсы дейміз, одан басқа тағы қандай зиян келтіретін заттар болуы мүмкін. Сол дүниелерден мен өзімді аулақ ұстауға тырысамын. Және яғни шаштың дұрыс өсуі үшін ең бірінші бізде керегі тамақтану әдеті дұрыс болу керек екен, және өзімізге, организмімізге зиян келтіретін дүниелерден аулақ болуымыз керек. Екіншіден, дұрыс ұйықтау. Мысалы қарапайым, әсіресе қыздар қауымы таңертең тұрған кезде ұйқымыз дұрыс қанбаса, немесе таң атқан кезге қарай ұйықтасақ, таңертең байқайсыздар, беттеріңіздің әбірішіп кеткенін, жаңағындай көздеріңіздің асты ісіп кеткенін дегендей. Демек, бұл тек біздің бетімізге ғана емес, біздің шашымызге де әсер етеді екен. Екінші ереже біздің ұйқымыз дұрыс болу керек екен. Сонымен қатар үшіншісі және ең бастысы стресс. Шаш стресс болған жағдайда көп түседі. Шашым түсіп барады-ау, болмаса тағы басқа уайымда осы сіздің шашыңыздың түсуіне алып келеді екен. Сол себепті жалпы стресс деген дүниелерден, өзімізді ашуландыратын дүниеден шамамыз келгенше аулақ ұстаған жөн тәрізді. Енді айта кететінім, мен қалай тамақтанамын? Мен күнде таңертең тұрған кезде міндетті түрде су ішем. Есесіне кола, тағы басқа неше түрлі сусындар бар ғой, дизи дейміз, ондай дүниелерді, газдалған сусындарды мүлдем пайдаланбаймын. Онан кейін, судан кейін, су болғанда жылы су ішем, мүлдем суық температурадағы суды ішпеймін. Онан кейін күнделікті міндетті түрде мен сүт ішемін. Таңертеңгі және кешкі уақыттарда кейбір кездер пысықтығым ұстап кеткенде сүтке бал қосып ішем, сүтке жұмыртқа қосып ішем дегендей. Одан бөлек жұмыртқа пісіріп жеуге тырысамын. Қазір шетелдіктерде Рапунцель деген чаттар, каналдар өте көп, әсіресе Инстаграм каналында. Соның арқасында мен шетелдіктермен көбірек сөйлесем, оның ішінде неше түрлі дәрігерлер де болады. Үндінің бір дәрігерімен сөйлескен кезде ол маған айтып еді, сіздің міндетті түрде күнделікті жейтін тағамдарыңыздың ішінде банан болсын және жұмыртқа болсын деген нәрсені айтып еді. Содан кейін келесі бір тағам жұмыртқадан бөлек бізде жаңғақ. Бетті қалай күтеміз дегенге келген кезде осы жаңғақты көбірек айтады. Осы біздің шашымыздың өсуіне де жақсы пайдаланады екен. Соның ішінде алма, білесіздер, алманың құрамында темір бар, яғни алманы турап қойып қоятын болсақ қарайып кетеді. Осы темірде біздің шашымыздың өсуіне жәрдемдеседі екен. Одан басқа өрік болсын, басқа болсын, жалпы әсіресе жаздың уақытында біз көбірек жемістерді жеуіміз керек. Есесіне зиянды фастфуд тағамдардан өзімізді алыс ұстағанымыз жөн. Мен өзім емдік нүктелі массаж, яғни точный массаж деген дүниенде оқыған болатынмын. Сол кезде олар дұрыс тамақтану және ұйқы деген нәрселерге аса мән береді. Яғни біз табиғатпен үйлесімді түрде түнде ұйықтап, таңертең ерте тұруымыз керек екен. Мен мысалы өз басым, жұмысым қандай көп болса да түнде ұйықтаймын. Міндетті түрде сағат 11-ге дейін ұйықтауға тырысам, ал таңғы уақыттарда мен сағат 4-те, 5-те болсын тұрып кетуге дайынмын. Ұйқымның дұрыс қануы да менің шашымның өсуіне көмектеседі деген ойдамын. Әсіресе қыздарыңызды шаштарын өсіргілеріңіз келсе, осы әдетке кішкентай кезінен бастап дағдыландырыңыздар. Үшіншісі ол бізде спорт. Енді мен керемет спортсменмін, спорт залдан шықпаймын деп айта алмаймын, бірақ сонда да өзіме керекті
қазақша айтқанда керілу, созылу деген жаттығуларды жасап тұрамын. Яғни осылардың барлығы бізде ұйқымыз, тамағымыз, спортымыз, көңіл күйіміз жақсы болған кезде шашымыздың өсуіне жәрдемдеседі екен. Енді шашым қалай тез өссе болады деген сұрақтарды қойып жатыр. Мен енді шашымның өсіргеніме 20 жыл уақыт болды. Сол себепті кез келген нәрсеге шыдам керек. Кез келген нәрсеге сабыр мен тұрақтылық керек. Әсіресе шашын өсіретін қыздарға кішкентай кезінен бастап аналары осы мәселені құлақтарына жақсылап тұрып қойсаңыздар, олар да былайша айтқанда қазақтың Рапунцелі болып шыға келеді. Ал енді шаш күтуде қандай бес қателік бар, сол туралы айтпақшымын. Ол қандай? Менде одан бұрын мынандай сұрақтар: шашыңызды тарайсыз, тастай саласыз ба? Және шашыңызды күнделікті жуасыз ба? Шашыңызды неше түрлі құралдармен аянбай пайдаланасыз ба? Сонымен қатар шаш өсіреді екен деп сондай өсіретін дүниелерге де былайша айтқанда көп әуестенесіз бе? Осылардың барлығы сіздің шашыңыздың өсуіне бір зиянын келтіреді екен. Бұл туралы мен өзімнің келесі видеомда айтатын боламын. Сол себепті келесі видеомды міндетті түрде көріңіздер. Ал енді видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып бөлісе кетіңіздер.